Месяц ақшаларын төлеп беріп, ол мен осы здание бізге Для нас результаты сегодняшние – это 7-минутные. Бүгінгі таңда Шығыс Қазақстан облысына бұл тетік мемлекеттік жекелік әріптес жұмыс атқарып келе жатыр. Бірақ ары қарай қаржын көлеміне сүйене отырып, екінші мәселе өзіміздің тек қана осы әлеуметтік сала емес, басқа сала, инфрақұрылымдық салаға, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы осы мәселе қалай шешім табады. Егер сол жобалар бар болатын болса, неге олар іске асырылмайды? Қандай бүгінгі таңда заңға өзгерістер енгізіп, осы мәселені шешу жолдарын қарастыратын боламыз. Сол себептен біздің комитеттің жылжымалы отырысы осы жақта болады. Ертең үлкен деңгейде дөңгелек үстел өткізеді. Біз бұл жерде өзіміздің ұлттық экономика министрлігінің орынбасары келіп отыр. Өзіміздің жаңағы Казцентр ЖКХ дейді ғой, орталығының меңгерушісі келіп отыр. Осылармен акционер қоғамы жұмыс жасайтын боламыз. Сол себептен бірінші танысамыз, екінші талдау жұмыстар жүргіземіз. Содан кейін қандай проблемалар бар, оны заң шеңберінде, басқа да норматив құқық актінің шеңберінде қалай шешеміз.